сұрақ, сол сұрақтан бастамасам болмайды. Ал мен өзіңізді көргеніме қуаныштымын, және әрбір қазақстандық тыңдарманның көкейінде жүрген сұрақтан бастаймын әрине. Сұхбатты бірінші қосқан адам сол сұраққа жауап іздейді деп ойлаймын. Қайда жоғалып кетті деп па? Қара түнтек неге көрінбей кетті? Соңғы кезде қара түнтек қайда жүр? Соңғы кездері мен негізінде Шымкентке көшіп келген. Өзім еліме деп, жеріме деп. Алматыда тұрдым ғой енді, қаншама жыл. Сөйтіп, әртүрлі жағдайлар болды. Оның үстіне творчестволық кризис дейді ғой. Сондай қатты не істеп кеттім өзім. Естіген боларсыздар, кәсібім де болды өзімнің. Караокем болды дегендей. Оны да көрдім, жұмыс істедім. Пандемияда жабылып қалды ол жер. Жалпы Шымқаладамын. Осы январьдан бастап Алла қаласа творчествоға кірсем деп өзіме. Бәрекелді. Өзіме бір сөз бердім. Спойлер болып қалды ғой, бірден айтып қойды. Жоқ, бірінші сұрақ болғаннан кейін жауап берейін дедім. Сондықтан енді қаншама айтып жүрдім ғой, ойбай, мен міне қазір ораламын, үйтем, бүйтем деймін да, сонымен қайттан бір себептермен әйтеуір неден кетіп қаламыз, экраннан мысалы. Енді әртүрлі себеп бар. Себептер көп. Оның бірі әрине бұл еңбек. Айтып отырмын ғой, өзімді бүйтіп сәл тастай салғам, сонымен жұмысымда сәл жүрмей қалды. Бірақ енді қуантатыным сол өзімнің әр тыңдарманыма өзімнің түйдей сөзім бар. Осы жылы оралам деген.